Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысын, оның аумағының тұтастығын күштеп өзгертуге, нәсілдік, діни, ұлттық және рулық араздықты қоздыруға бағытталған кез келген іс-әрекеттер экстремизм болып табылады. Зорлық, зомбылық және қауіп-қатер төндіру, жарылыс жасау, адамдардың қаза болу қаупін тудыратын немесе мемлекеттік органдардың шешім қабылдануына ықпал ету мақсатында халықты қорқытып әрекет ету идеологиясы терроризм болып табылады. Экстремистік және террористік ұйымдар мен жеке тұлғалар сізді заң мен тыйым салынған әрекеттерді жасауға тарта отырып, өз идеяларын белсенді түрде насихаттап таратады. Ол үшін олар интернет кеңістігін кеңінен пайдаланады. Қазіргі заманға адам қабылданатын және таратылатын ақпаратқа дұрыс баға бере алуы қажет. Есте сақтаңыздар, сіздердің жарияланымдарыңыз, жазбаларыңыз, хабарламаларыңыз, суреттеріңіз және басқа да аудио, бейне, көрнекі материалдарыңыз ешкімнің сезімін ренжітпеуі, заңсыз әрекеттерді жасауға итермелемеуі, заң нормалары мен моральдық қағидаларды бұзбауы керек. Сақ болыңыз, арандатушылыққа бой алдырмаңыз. Заңды білмеу жауапкершіліктен босатпайды. Ақпаратты тек ресми көздерден алыңыз. Солтүстік Қазақстан облыстық прокуратурасы мемлекеттік мекеме тапсырмасы бойынша дайындалған.